Сізден бірақ қорқамыз әлі. Масыңыз басып тұрады. Мамандықты жақсы таңдадым. Қазақ тілі мен әдебиет. Түнгі студияны бастады ғой. Жайлы. Ақтығында кіммен? Президентпен кездесті ғой, Назарбаевпен. Сонда соның бір сөзі бар. Армандаңдар. Арманның орындалатынына мен сенемін дейді. Мектебіміздің рухани өміріне тың серпін беретін жаңа ақпараттық арнаның аяулы ардақты көрермендері, қош келдіңіздер. Маңызды ойлар мен тағылымды әңгіме тоғысқан кездесуімізге қош келдіңіздер. Арнайы қонақтарымызбен жүздесіп ой бөлісер сәт туды. Сұхбатымыздың қонақтарымен таныс болайық. Бәйтерек ауданымыздың депутаты Достық мектебінің түлегі Қайдаров Ернар Серікұлы. Білім саласында ұзақ жылдар бойы абыройлы еңбек еткен ардагер ұстаз Хасанғалиева Жұмағыз Жұмагереқызы. Олай болса, бүгінгі қонақтарымыздың өмірінен алынған шағын бейне жазбамызға назар аударайық. Сіздерді арнамыздың алғашқы қонағы ретінде көргенімізге қуаныштымыз. Достық арнасы арқылы біз жетістіктерді бөлісуді, тәжірибені насихаттауды мақсат етеміз. Ендеше сұхбатымыздың алғашқы сұрағы Ернар Серікұлы сізге арналады. Мектеп жылдары сіздің тұлға ретінде қалыптасуыңызға қалай әсер етті? Мектеп мен өзім бала шақтарым. Мектеп кезіндегі есте қалатын сәттер. Есте қалатын сәт. Заманы бөлек, біздің заманымыз аздап бөлекте болды. Жамал Запайдан ыңғайсызданып тұрмыз. Енді әр уақыттың заман талабы болды ғой. Біздің бір мектепте оқыған кезде ең бірінші есте қалатын уақыт бір еркіндік болды. Қазіргідей емес. Қазір балдарға анда барма, мында барма, телефон ұстама, ананы қарама, мынаны қарама деген сол нәрсе болған жоқ бізде. Бойыңда бір еркіндік болды, салыстырғанда. Содан кейін енді біздер енді мектепте бір тентектікпен танылған боламыз да апай. Балалық шақ қызық қой мектептік өмір. Біздер тағы бір орын алатын ой, біз екі мектепте оқыдық. Бір заманның сондай бір қоқырау заманына тап болды біздің балалық кезіміз. Әке-шешелеріміз бүткіл қалқыз совхоздар тарап атты. Қазақстан егемендік ел алғаннан кейін уже қазақтар шалғайдағы ауылдағы қазақтардың бәрі қалаға қарай көше бастады. Сол кезде осы жақтан әке-шешемізге бір дәмсіз бұйырған болар. Осы жақтан жер алып, осы жақтан көшіп келіп, осы отырған ұстаздардың бәрімен ауылдас болып, осы жақса бір ауылда өмір сүрдік. Біздің осы ауылға көшіп келгенімізге 98-де көшіп келдік. 28-де 30 жыл болады екен. Сол кезде Айгүл апайлар жас мамандар сияқты. Сол екі мектепте болғаннан кейін енді басында өзің мектебіңді сағынасың. Содан кейін жаңағы адам танысқанша жылқы кісінескенше дейді қазақтар. Сосын бір үйреніп кеткеннен кейін осы мектепке үйреніп, сол оқып бітіріп шықтық қой. Мен 9-10-11 3 жыл оқыдым. Жігіттік кезіміз осы жақта өтті. Балалық кезіміз ауылда болғаннан көп бастан өткен қызық уақыттар болды. Бір кез болды, мен әлі есімде апай, каждый класста обогреватель қойды. Күн салқын. Әлгі обогреватель бәрін қосқанда свет көтермейді, автомат атып кетеді, қуанамыз, сағат болмайды деп. Бір сондай кездер болды. Сонда бәрі мейірімді, бір-біріне сәлемдер өткізу, ашық, бір сондай сол кездегі адам ойлайсың ғой бәрі артқа. Сол кезде бір адамдардың бір-біріне жақыншылықтарын байқаймын. Әлде көшіп келгесін бе, әлде бір сондай бір
қиын жоқшылық заман болғасын ба, жалпы көп кітаптарда жазады ғой, жоқшылық кезде адам бір-біріне өте бауырлы болып кетті. Бір заманның талабы сондай болды, сондай бір заманымыз сондай болды. Ешкім мемлекетке, ешкім басшыға, ешкім елбасына бір тіл тигізіп жатқан адамды көрмейтін едік сол кезде. Мейрамгүл апай болды да? Мейрамгүл апай болды. Біздің сынып жетекшіміз Мейрамгүл апай болды. Марқұм ол кісі дүние салып кетті. Ол кезде директор школы, қателеспесем, кім болды? Иванов. Николай Александрович. Иә. Жұмағыз апай математикадан берді бізге. Максим ағай берді. Рахмет. Келесі сұрағымды Жұмағұл Жұмагерейқызына қойғым келіп тұр. Сізді енді ардагер ұстаз деп таныстырып жатырмыз. Осы ұстаздық жолын таңдауыңызға не себеп болды? Ұстаз мамандығын таңдауыңызға. Мен енді ұстаздық жолды таңдауыма өзімнің ауылдан сабақ берген ағайым себепші болды. Сол кісінің білім беруі, сол кісінің өзін өзі ұстауы себепкер болды. Мен бітірген жылы бір тәрбиешілікке түстім детсадтан. Бірақ соны оқымай жоқ, мен математика пәнінің мұғалімі боламын деп шығып кеттім. Келесі жылы келіп, сол математика университет, ол кезде институт қой, Пушкин атындағы институтқа түсіп, сол институт 76 жылы бітіріп шықтым. Бітіргеннен кейін сол өзімнің ауылыма барып, туған өскен ауылым Қарасу, Жалпақталдың. Сонда 22 жыл мұғалім болып істедім. Енді онан кейін мына заманға қарай балаларымды оқытамын деп, қалаға жақындаймыз деп, 98 жылы осы Фурманов дейді ғой, ол кезде Фурманов поселкесіне көшіп келіп, осында мектепке орналастым. Алғаш Максим екеуміз болдық, осында математикадан сабақ берген. Сонан кейін Орынша келіп, Гүлайым келіп, Орыншада менің ауылдағы сабақ берген шәкіртім. Енді қазір мына Ернар да осындағы сүйікті ұстаздарымыз, шәкірттеріміздің бірі. Енді соныменен осы мектептен зейнеткерлікке шығып, 11 жылы сонан қазір үйдемін, немерелердің қасында, немерелерді бағып, соларды сабаққа жіберіп отырмын. Енді бұл мектепте де мен 13 жыл істедім, ауылда 22 жыл істедім, 35 жыл стажбенен зейнеткерлікке шықтым. Көп рахмет. Енді Енараға сізге сұрақ қойсам, оқушы кезіңізде қандай пәндерге ерекше қызығушылық таныттыңыз? Мен тарих пәнін жақсы көрдім. Оқушы кезімде. Ұстазыңыз кім болды? Хаким апай болды. Тарихшы боламын деп армандайтын едім өзім. Кез келген нәрсе сондай бір көне нәрсені көрсем есім кететін. Математиканың жаратқаны ғой. Мен қайталап күнде сұрасып, ой, апай, Пифагор теоремасы неге керек дейді маған. Мен айтамын, Пифагор теоремасы керек. Ал үй салды, үйдің диагоналын келтіргенде онда Пифагор теоремасы керек. Іскірт үйгенде керек Пифагор теоремасы. Жер жыртқанда керек. Көрсетесіз. Жұмағыз апай, әлі сабақ беріп отырсыз. Ұстазбен шәкірттің керемет елесін көріп отыр. Көшеде көргенде әлі беріп, жағдайым сұрайды, апай қалайсыз деп. Сонда айтам, қалай екен, жұмыс қалай екен деп. Солай. Өмірде любой адамда, әр адамда мен ойлаймын бір жаңағы өкініш болады. Және әр өкініштің орны толады, бірақ бір орны толмайтын өкініштер болады ғой. Сондайдың бетінде аулақ қылсын, бүткіл қазақтан, бүткіл адам баласынан. Сол негізі жаңағы айтып отқанның бәрі өкініш кезінде оқымадық қой деген нәрселер ел аузында да көп жүреді. Жалпы менің атым Қожа деген кино бар ғой, бәріміз де білеміз. Сонда Қожа тентек дегенде Рахымжан ағайдың керемет сөзі бар. Қожа дейтін ол негізі жанып тұрған шырақ, тек біздер ғой жаға алмай жүрген дейді.
Динараға сөзіңізді жалғап кетсеңіз, ол жастардың көшбасшылық қабілетін дамытуда мектептің қандай рөл атқару керек деп ойлайсыз? Мектеп 80% мектептен деп ойлаймын. Себебі мотивация мектепте болады. Бір-біріне қызығушылық болады. Осындай шаралар көп болса, заманның талабынан қалмау керек деп ойлаймын. Ана Американың, ақш-тың президенті Дональд Трамптың бір керемет сөзі бар. Кім заман талабынан жаңағы интернет жүйеден неден алшақтап қалады, заманмен қатар дамымай қалады, ол жастың жағдайы қиын болады. Негізі заманның талабына несіне ең бірінші білім ортасы деп ойлаймыз. Әрине, ата-ананың несі көп болады. Бірақ мемлекет, елмен жаңағы қоғамның арасында жастардың дамуы, елге деген махаббаты бәрі ол әрине біздің қазақта ол қанға біткен қасиет қой. Бірақ соны жаңағы Рахымжан ағамыз айтқан, соны шырағын жағатын мектеп деп ойлаймын. Жұмағызының сұрағым, осы қазір оқушылар әртүрлі мамандық таңдап, бірақ оқып, бірақ сол салада жұмыс жасамай жатқан оқушыларымыз бар, иә? Бітірген оқу орны бойынша жұмыс жасамай жатырған. Сіздің ойыңызша осы оқушылар неден қате жібереді деп ойлайсыз мамандық таңдау кезінде? Олар енді мамандықты әркім әртүрлі таңдайды. Біреуі оқушының өз еркімен таңдайды, енді біреулері жаңағы ата-ананың ықпалыменен таңдайды. Мына жұмыс өз мамандығымен жұмыс істемейтіндер ата-ананың ықпалыменен таңдайтын адамдар деп есептеймін. Сосын ол мамандыққа жаңағы ынтасы жоқ, өзі басқа салада жұмыс істегісі келеді. Осы орайда қай шәкірттеріңізбен мақтанасыз? Жаңа айтып жатсыз, сабақ бердім деп, Гүлайым апайға. Қай шәкірттеріңізбен мақтана аласыз? Шәкірттер көп қой. Енді сіздер көріп отырған осынан орынша жаңағы ауылда сабақ бердім, мында келіп артынан еңбегін жалғастырды. Енді мына Ернұр, кезіндегі менің шәкірттерім сүйікті. Ернар бар, енді Лесова, Айман, Шолпан бар, осында жүрген. Көп енді шәкірттер. Рахмет. Қазіргі қызметке қалай келдіңіз, Динараға? Қазіргі уақытқа алсақ. Депутаттық салаға келетін болсақ, ол ойлаймын бір махаббаттан шыққан болар елге деген. Жалпы мен өзім карьер не деген нәрсеге қызықпайтын адаммын. Маған бір басқа Қамбарыштың өзі де білетін бір жаңағы әкімдікті бір сондай нелер болды бір заманда. Бірақ ішім қалаған жоқ. Жаңағы дұрыс па, бұрыс па ол жағын білмеймін. Может, ответственностьтен, жауапкершіліктен баққан болармын. Ал жаңағы осы депутат маслихатқа келген себебім жаңағы бір жанашу махаббаттан, елге деген махаббаттан болды деп ойлаймыз. Сосын олмен қоса мен бұл жолға келгеніме Құдайдың маған бір берген артықшылығы бір бақыттымын деп санаймын. Бір сондай бір бақыт берді деп есептеймін. Құттай да болса, бір елдің осы бір азымыз болса көркеюіне бір ауданның несіне үлесімді қосқаныма аузымды толтырып айта аламын. Мен бұл жолға келмесем, бұл жаңағы жасалар мектепте салынар, жаңағы жолда салынар, интернетте келер, жарықта келер, бәрі де келер. Басқа біздер аудан маслихаты болғаннан кейін ол ауданның дамуына жалғыз біздің округ емес те бірақ енді әркім өзінің еліне тартатыны ол анық. Президентіміздің өзі де айтады. Әр басшы өзінің еліне тартса, сонда мемлекет көркеймейді. Бірақ мен болмасам да істелер ме? Бірақ әйтеуір осы моментті, осы нені менің басыма бұйырғанда мен мыңда бір шүкір бақыттымын деп есептеймін. Жұмаға Жұмағалиқызы, бүгінгі таңда өзіңізді осы деңгейге жеткізген ең басты құндылық не деп есептейсіз? Ең басты құндылық. Ең басты
құндылық дегенде адам баласы өзіне жаңағы мақсат қояды ғой. Біріншіден осы еңбек жолын, сонан кейін жанұям. Иә, жанұямда енді жолдасым, ауылдан бірге өстік. Енді 4 балам, иә, бәрі де оқуын оқып, алдарына қойған мақсаттарына жетіп, қазір үйлі баранды, соған қуанам. Иә, немерелерім бар, солардың ортасында осы аман есен жүргеніме өзіме шүкіршілік етем. Менің құндылығым сол. Янарға сіздің өмірлік ұстанымыңыз, құндылық, сізде осы жайлы айтып кетсеңіз, соңғы сұрақтарда. Енді құндылыққа келетін болсақ, жаңағы мысалы мен Бауыржан Момышұлы атамыздың өміріне кітаптарын оқимын кейде. Сосын жаңағы Машкүр Жүсіп атамыздың, Шәкәрім бабамыздың кітаптарын оқып, сол нелерге бір қызығушылық танытамын да, бір табандылық деген нәрсені байқаймын. Сосын осы ауылдың азаматтарынан да сондай табандылықты мен көремін. Әлде сол сондайлар кітаптарды сол оқығасын ба, мысалы мына Қазбек Барисұлының мен бір табандылық көремін. Ол енді ешкімнің көңіліне келмесін, анандай жағдайда жұмыс жасай алмас деп. Бір кездерде мына біздегі мына площадка бар ғой, кішкентай площадка, детский площадка. Сонда балдарды тренировать етіп жүрдім. Күннің салқынында, аяз демейді, қар демейді, күрекпен қарын бірге ашып, сол өзінің ісіне, жаңағы өмірлік құндылығына махаббаты, табандылығы деп мен сондай азаматтарды есептеймін өзім. Мысалы сол кісінің сондай бір табандылығын осы ауылдан көрдім. Бұлай жалпы енді Қазақстанда жалпы қоғамда көп сондай табандылық. Соларға еліктеумен, сосын енді әр адамның бойында өзінің қатесі болады. Өзінің қатесі өзіне айқын деп ойлаймын. Сосын соны жоюға тырыса берсең, табандылық деген нәрсе шыға беретін сияқты деп өзім ойлаймын. Бір кейде солай өзім күресемін. Әрине бұл жерде жаңа Жұмағұл атамыз айтқан жанұяның үлесі көп болады. Үйге келгенде жолдасың жылы қарсыламаса, жаңағы балдарың ана жерде мазаны алып жатса, онда не ісіңде берекет болмайды, не ойлап келген нәрсенің бәрі сол жерде қалады. Ана жерде ісің әрі қарай аспайды. Ісіңнің асуына, жұмысыңның жүруіне, деніңнің сау болуына жанұяның көп үлесі бар деп ойлаймын. Осы сұхбатты қорытындылай келе, осы біздің көрермендерге, достық арнасына айтар жаңағы 2-3 ауыз сөзбен айтар тілектеріңіз болса, ойларыңыз болса. Енді достық арнасының ашылып жатқанына өте қуаныштымыз. Ауылдың жағдайларын әуелде достық мектебіне тіркеліп қойғам. Енді арнадан көріп отырамыз, қуаныштымыз. Еңбектерің жемісті болсын, істеріңе сәттілік, тек қана алға. Жұмағұл апайымызға қосыламыз. Бұл арна жаңағы бұл тағы бізге берген бір шексіз бақыт деп ойлаймын. Алғашқы осы қабылдығын аттап жатыр, сұхбат беруші жатыр. Бәрібір тарихында тағы біз қалайын деп тұр. Әрі қарай дами берсін, тек еліміз тыныш болсын, бүткіл әлем тыныш болсын. Әйтпесе қазір неше түрлі Инстаграм, ТикТок, қазір бүткіл дүнияның бәрі қолымызда ғой, мына телефонның ішінде. Ашып қарасаң, әлемде неше түрлі жағдай болып жатыр. Мысалы бір жерде кішкентай балдар жылап жатады, әкесі өліп қалады, шешесі өліп қалады, қанша соғыс болып жатыр. Соның бәрі әлемде жойылсын деп тілесек, ол мынандай арна, жаңағы шығып жатқанның бәрі ол дами береді деп ойлаймын. Әрине ауылымызға тек тілейтін жақсылық, осындай сіздердің еңбектеріңе табыс. Бір гүл егіп қойсақ, оны ешкім суармаса, ол өспейді ғой. Бұл сіздің бір еккен гүліңіз болсын, біздер әрқашанда тілеп суарып жүрейік, сонда үлкен бәйтерекке айналуына сенің атамен. Сол себепті құтты болсын. Болған әр ой, бөліскен әр тәжірибе сіздерге жол көрсетер шамшырақ болсын. Бүгінгі сұхбатымыз ұстаз бен шәкірттің керемет бір үйлесім тапқан
сұхбат болды деген ойдамын. Сіздердің орныңызда отыру бізге бұйырсын. Бақыт ой бөліскендеріңіз үшін сіздерге мың алғыс айтамыз. Бұл сұхбат әрқайсыңызға ой салып, шабыт сыйласа, біздің мақсатымыздың орындалғаны болып табылады.